Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен өте дәмді және ерекше болып шығатын қытырлақ вафлидің рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл вафлидің дайындау тәсілі өте оңай, тегі бар затпен дайындауға болады. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, оның үстінен 110 грамм қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қантымыз толықтай еруі керек. Мен бұл жерде винчикті қолдандым, негізінде миксерді де қолдансаңыздар болады, ол өз еріктеріңіз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстінен сары майымызды құямыз. Сары майымыз қатты ыстық болмауы керек, әйтпесе жұмыртқамыз пісіп кетеді. Одан соң үстіне 1 шымшым тоз қосамыз. Одан соң тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Ары қарай ұнымызды саламыз. Ұнымызды көп қосудан қажет жоқ, кішкентай ғана қосамыз. Қатты қою және қатты сұйық болмауы керек. Осы вафель лентаны қолданамын. Бірінші қатты қыздырып болғаннан кейін май жағамыз жабысып қалмас үшін. Піскеннен кейін осылай әдемі болып қызарғаннан кейін аламыз. Мен осындай матаны үстіне қойып ораймын. Осы жерде абай болыңыздар, өте ыстық болады. Кейбіреулер қолмен орап жатады, ал мен бұл жерде матаның көмегімен орадым. Мен бұл жерде басқа түрін көрсетейін дедім. Бұл тәсілмен дастарханға да қойса да өте әдемі көрінеді. Осылай ыстық кезде тез орап алып, осындай кішкентай ыдысқа салып қоясыздар. 1 минуттай тұру керек. Міне осылай керемет болып шығады. Дастарханға қойсаңыздар да дастарханнан көркісін келтіріп тұрады. Мінеки вафлиміз дайын, өте тез дайындалады. Сіздерге рецептім ұнады деген ойдамын. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.